Міне ертеңгі күні міне зауыт іске қосылғаннан кейін бұл жерге бірінші кезекте кадрлар керек болады. Міне осы кадрлар бойынша біздерде текардан кадрларымызда бағана айтқанымызда кәншілік ісі һәм металлургия тараулар бойынша кадрлар даярлап беріп жатырмыз. Бұндан қала берді 2021 жылы 29 март күні Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің қарар шыққан еді дуал тәлім хақында. Енді бұл дуал тәлім деген біздің жоғары оқу орындарында тиісті жерлер бар, себебі Hürmetli президент айтып өткендей, мен жақында Германияға барған сапарында міне Германия мемлекетіндегі дуал тәлім системасын мысал ретінде айтып өткен еді. Һәм біздерде осы бойынша бірқатар республикамыздың жоғары оқу орындарының қатарында біздерде Нөкіс мемлекеттік техника университетінде бірқатар жұмыс істеп жатырмыз. Дуал тәлім дегеніміз бұл бірінші кезекте сырт мемлекеттердің топ 100-ге, топ 300-ге кіретін болған жоғары оқу орындарымен істесуді назарда тұтқан болса, екінші тараптан бұл біздің іліми даргайымызда тәлім алып жатқан студенттердің бүгінгі күндегі оқу процесін істеп шығару санат карханаларымен интеграциясын назарда тұтылған. Міне осының текарда біздер осы жерде қазір студенттер өздерінің теориялық алған білімдерін осы жерде кәннің басында практикада емаса әмелді қолданып байытып жатырды. Егер бүгін біздің балалардың әмесі осы жерге келіп Тембұлақта болса, басқа істеп шығару карханаларында болса да, сол жерлерде 2 ай, 1 ай істесе, көрсе, көзіменен көрсе, бұл ертең бітіргеннен кейін тікелей осы жерге жұмысқа келген уақытларым адаптация процесін әдеуір аңсатасып береді деген ойдадым. Mana shu Terminbuloq konida olimlar 1 milliard tonnadan ortiq zaxira mavjudligini aniqlagan. Bu faqat bitta konning zaxirasi. Bu yerda ana shunday 200 ta kon mavjud. Ulardagi zaxiralarni tasavvur qilishning o'zi qiyin. Demak, bu hali boshlanishi. Bu kanımız şamamen payda olup Paleozoy davrına kelip taqaladi. Yani eski davrlar. Bu davrda tirikchilik bo'lmagan, tek vulkanlar atılıp magma шығып, so жердің құрамында темір серік элементтер, сем элемент келіп, осы жерде жиналған. Бұл шамамен канның ұзынлығы 2,5 километр ұзынлығы, ені 1,5, тереңлігі 500 метрге деп болжап қойды. Бірінші прогноз бойынша. Запасы қоры 4,5 миллиард тоннада белгіленген. Кейінгі зерттеуге қарағанда және зерттеу жұмысы апарып бұл канды тікелей өндіріске қосу мақсатында JORS программасына қостық. Һәм JORS программасы бойынша шамамен биылғы жой барда 1,5 миллион тонна алып, содан mahsulatқа таярлап атыпты. Канның қапталына завод құрып атыпты. Біздің тау жұмысымызды майдалап, дробилке салып, ПВЖ-де бастапқы mahsulat шығаруға комплекс құрылды. Әлбетте бұны білу үшін біздің балаларымызға, талабаларымызға терең білімі керек. 8-10 түрдегі ханигелікпен бізге балаларын үйретіп жатырмыз. Келешекте осы барын комплексті бір жерде сейді ханигеліктер барлығы бір комплекс ішінде осы текарғы mahsulat темірді алуға бағдарланған. Енді ұлма бұл Терминбулақ канын өзестіру. Осы кан негізінде кан металлургия комплексін құру біздерге не береді өзі? Бұл кан металлургия комплексін құру Уралық Азиядағы ірі комплекстің бірі болады. Канды алудан транспортировка, бірінші қайта істеу, екінші mahsulatқа шекемге. Соның барлығы комплекс түрде бізге сол темір алуға бағдарланған. Бірақ бұл жерде қосымша темірден басқа титан дедік. Титанды алу процесінде базарда бағасына егерде соны қаплап сататын болса, сол кеткен қаражеттерді қамтуға жәрдемі себебі титанның бағасы қымбат темірге қарағанда. Сол кеткен шығындарды қамтуға бұл канның ахиметі juda үлкен. Qoratov yangi imkoniyatlar maydoni. Uning har bir toshi xalq manfaati yo'lida ishlatilmoqda. Ushbu tog' tepaliklarning hali bizga noma'lum bo'lib kelgan, ochilmagan konlarning ko'zlarini ochishda, tog' kon sanoatini rivojlantirishda katta salohiyatga ega ekanligini olimlar amalda isbotlamoqdalar. Tekardan metallarni aytadigan bo'lsak, qara metallurgiya, yamasa polat sho'yin өнімдерін aladigan bo'lsak, bularni hammasini chet el mamlakatlaridan valyutaga sotib olib o'tirmiz. Shu yerdan Terminbuloq kani ашылғанdan keyin o'zimizdan metallar atab aytadigan bo'lsak, bu yerdagi qara metallurgiya deymiz, yamasa sho'yin мен polat chiqaradigan bo'lsa, бұл Өзбекстан масштабында Өзбекстанның керек болған, мұқтаж болған бұл құрылыс материалдары болама, бұл машина саздық керек болама, керек жеріндегі металларды, қара металлургияның өнімдерін өндіріп беру өзімізден болады.
Sultan Vays tauының үлкенлігі бұл айтқанымда палеозой дәуірінде бір көтерілген. Сөйтіп тоқтап қалған ескі таулар кіреді бұл. Бұл таудың ізі Урал тауымен байланысады. Мына затымыз Уралдан шығады. Ол жақта істеп тұрыпты. Енді бұл жерде бұл титамайниттен басқа қасымызда тұрыпты. Вермикулит көрдіңіз, жаңағы завод, порфирит бар, сланецлер бар, міне көрдіңіз. Бұл жерде айтайын деген руда кәнілері бұл жерде көп жайғасқан. Егер де біз төменірек шықсақ, делта бетке, бұл жерде құрылыс кәнілері, құрылыс материалдары. Сондай комплексті Қарақалпақстан аймағы жүда қолай жайғасқан, таулы, тау алдам, шөгінді жинаса жинады. Бұлардың барлығы завод, фабрика көбейіп, біздерде мына келешегімізге деген болған үлкен сенім, балаларымыздың бір жұмыс орнын тәмінленуі, өнім жүда жоғары дәрежеде болады. Бұрынғы уақытларда бұл құрылыстар, бұл кәнілерді өзестіру басыланбастан антылар ойлайтын бедіңіз? Бұл байлықтарымыздан қашандыр бір өзестірілемеген деген ойлар өтетін беді енді? Енді сіз дұрыс айтасыз, құрметті президентіміздің 2017 жылы басылапқы тапсырма кепілерге бізге айтқан уақытларда біз қуандық. Қарақалпақстан аймағындағы барлық кәнілер үйреніліп, қайтадан үйренілді. Қорлар белгіленді қайтадан. Һәм солар қорлар белгіленген біздерге перспективалық жобасы деп шықты. Кәнді біздер өзестіруіміз керек. Келешекте осы Қарақалпақстан аймағын, Өзбекстан арқа бөліміндегі аймақты индустрия орайына айландыру керек. Индустрия, яғни істеп шығаруға бағдарлауымыз керек. Сол кезде құрметті президент арманы орындалады. Қарақалпақстанда көзқарасы, Қарақалпақстан халқына деген өз сүйіспеншілігі сөйді әмелге асады деген пікірден. Chindan ham mazkur yirik loyihaning ishga tushishi o'z-o'zidan yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Yaqinda bu kengliklarda yangidan shaharcha paydo bo'lib, qaynoq hayot boshlanadi. Bu hech kimning xayoliga kelmagan voqelik. Hürmetli Prezidentimizin itibarı menen bu narsenin kuruluğu hemmemiz üçün maqtanış. Har kegende Qaraqalpaqstanға жаңалық алып келіп жатыр. Har kegende қанша нәрселер құрылып жатыр. Кейінгі 5 жылдың ішінде көкірек толтырып, қуанышпенен, мақтанышпенен айтылатын нәрселер көп. Соның бірі бұл болacak, міне Құда қаласа тез арада іске түссе, өнімдарлық көбейеді, адамлардың жасау жағдайы артады, жұмыс орындары жаратылады. Bir нәрсені айту керек, бұл тек бізге етібар емес. Бұл Қарақалпақстандарға, Қарақалпақстан халқына деген hürmet іззеті етібары. Бұның үшін президентімізге мың-мыңлап рахмет айтса арзиды. Muxtasar aytganda, mamlakatimiz iqtisodiyatiga katta hissa qo'shadigan mazkur loyihaning ishga tushishi tog'kon san'atida o'ziga xos yangi davrni boshlab beradi. Eng muhimi, bu xalqimizning turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi. Qoratog' kengliklarida bunday boyliklar ko'pligini hisobga olsak, biz bu manzillarga yana qaytamiz.